Бұл планета болашақта біздің екінші үйіміз болады деген болжам бар. Марс күн жүйесіндегі ең зерттелген ғаламшарлардың бірі және ол туралы қызықты деректер көп. Марста ешқандай тірі жан арнайы скафандрсыз өмір сүре алмайды. Атмосфера қысымының жоғары болғандығынан адам бірден көз жұмады. Көлемі жағынан жерден 2 есе кіші, ал массасы 10 есе жеңіл. Сондықтан жер бетінде 60 килограмм болған адам онда 25 килограмм ғана болады. Марс планетасына ұшырылған ғарыш аппараттарын тек 30% ғана өз тапсырмасын орындай алды. Қалғандары із-түзсіз жоғалып кетті. Ол ғаламшарда 1 жыл 60 тәулікке созылады. Илон Маск есімді миллиардер 2025 жылы Марстың бетіне қонамын деген уәде берді. Марс 4,5 миллиард жыл бұрын пайда болды. Орташа температура күндіз +30 градус, ал түнде -80 градусқа дейін барады. Ол ғаламшарда болатын дауылдар бірнеше аптаға созылып, желдің жылдамдығы 200 км/сағатқа дейін барады. Бұл планетада да Эвересттен үлкен таулар бар. Ең үлкен тау Олимп деп аталады. Оның ұзындығы 27 километр. Ғалымдардың айтуы бойынша ежелде онда су болған, бірақ уақыт өте жоғалып кеткен. Атмосфераның 95% көміртек дуоксиді, 3% азот және 1,6% аргоннан тұрады. Оны алғаш болып телескоптан көрген адам әйгілі ғалым Галилео Галилей. Фофас пен Деймос деп аталатын 2 серігі бар. Озон қабатының болмауына байланысты ғаламшарға күн сәулесін шығаратын радиациясы таралады. Ең көп әдеби шығармалар және фильмдер осы планетаға арналған. Екінші атауы қызыл планета. Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий және Венераны аспанға қарап өз көзімізден көре аламыз. Қазіргі уақытта қызыл ғаламшарда өздігінен жүретін 7 робот өмір сүреді.